Сәлем баршаңызға. Соданың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Кішкене күнімізден қорабы мен түр сипаты өзгермесін ас содасын 18 ғасырдың соңында француз химигі Леблан ойлап тапқан. Содан бері бұл өнім көптеген қолданысқа жарап келеді. Бүгінде ас содасын химиялық, жеңіл, тоқыма, медициналық өнеркәсіпте, тіпті металлургияда пайдаланылады. Үй шаруасында ас содасы көбіне аспаздықта және дәрі-дәрмек ретінде қолданылады. Ас үйде сода түрлі бәріштер пісіру үшін қопсытқыштың орнына жүреді. Сонымен қатар сусындар дайындау үшін, еттің дәмін шығарып, тез дайындау үшін де, ыдыс-аяқ жуу үшін де пайдаланылады. Ем-дом ретінде соданы жөтелді жеңілдету үшін ас содасы, яғни қақырық түсіруге көмектеседі. Тамақ ауырғанда шаю үшін, бактерия өлтіргіш және суық тиюді басу үшін. Жүрек қатты соғып кеткенде кішкене соданың сұйық ерітіндісі жүрек соғуын тыныштандыруға көмектеседі. Гипертония кезінде ағзадан суды шығарып, қан қысымын төмендетеді. Ағзаның көп мөлшерде судан арылуында, іш өткенде, құсу кезінде сода тұз сұйық ерітіндісін араластырып береді. Жәндік шағып алғандағы құшуды тоқтату үшін, ішектерді тазарту үшін соданың сұйық ерітіндісімен клизма жасалынады. Суық тигенде соданың сұйық ерітіндісімен ингаляция жасау арқылы. Конъюнктивит кезінде кішкене сода қосылған сұйықтықпен көзді сүрту. Аяқтың таза ауруы кезінде кішкене сода қосылған сұйықтықпен ауырған жерді тану. Тіс тазалау үшін, тісті ағарту үшін, шынтақ, өкше терілерінің қабыршықтануын жібіту үшін сода қосылған жылы суға аяқты салады. Асқазанның қыжылы кезінде асқазандағы тұз қышқылын басады. Алайда ас содасын пайдаланғанда оның әкелер мол пайдасы мен зияны да бар екенін ұмытпаған жөн. Ұнтақ түріндегі содада сұйықтық түрінде қарағанда сілтілік қасиеті көп. Ұзақ уақыт терімен байланыста болса, тері тітіркенуі мүмкін. Ал құрғақ сода көзге тисе, немесе иіскеген болса күйіп кетеді. Сондықтан ұнтақпен ұзақ уақыт жұмыс істейтін болсаңыз, респиратор пайдаланған жөн. Ал егер көзге түскен болса, бірден мұқият жуыңыз. Соңғы кездері дәрігерлер асқазан қыжылы кезінде сода араластырып, сұйықтық іше бермеуге кеңес береді. Өйткені бұл да жанама әсер етуі мүмкін. Бұл өз кезегінде қышқыл рикошет деген атау алып, біріншіден көмірқышқыл газын көп бөліп, асқазанның кебуіне әкеледі. Ал екіншіден асқазанда одан бетер қышқыл пайда болуына ықпал етеді. Бұдан шығатын қорытынды ас содасының қасиетін жақсы біліп, пайдалана алатын адамға зиянынан гөрі пайдасы көбірек тиетіні анық.